Бүгін бір бөлмеге обой басу үшін қанша ақша кететінін Береке стройдағы материалдармен есептеп көреміз. Алдымен видеоға бір лайк басуды ұмытпаймыз, ал олай болса біз кеттік. Біздердің бір бөлмеміз 5:3 деген размерде. Ең алдымен обойларды көріп шығайық. Қазір бұл жерде полумоющий һәм супермоющий обойларға әжайып скидкалар болып жатыр екен. Супермоющий 109 мың сомлық обойдан алсақ, 5:3 бөлмеге 5 рулон обой кетеді. 109-ды 5-ке көбейтсек 545 мың сом. Обой басу үшін обойный клей керек болады. Бізге 5 рулон обойға 500 грамм клей жеткілікті. Клей болса 60 мың сом. Ондан кейін 9 штук тяга керек. 10 мың сомнан 9 штук тяга 90 мың сом болады. Плинтузлардан ұмытпаймыз, плинтуз алуымыз керек. 7 штук плинтуз 7 мың сомнан 49 мың сом болады. Ондан кейін біздерге примерно 4 штук уголок керек болады. 7 мың сомнан 4 штук уголок 28 мың сом пұл болады екен. Жәмі 772 мың сом болды. Сіздің бір бөлмеңізді ремонтлауға 772 мың сом пұл жеткілікті екен. Бұл жерде сауда істеп саудаңыз 3 миллион сомға жетсе, сауда плюс сауға акциясына да қатынассаңыз болады. Һәм дүкандағы бәр затты скидка бағада бөліп төлеуге де алсаңыз болады. Бөліп төлеуге сауда істесеңіз де, сауда плюс сауға акциясына қатынаса аласыз. Одан басқа жылдың соңында Captiva акциясы да бар. Мәнзіл болса, Айдын жол, Меганукуске қарама-қарсы жалғасқан Береке строй дүканы. Бәршеңізді дүканларымызда күтеміз.